Біздің ауыл суреттері. Шырт ұйқымнан серпіле серге оянам. Тартар кесе айранды сіміре салып, екі қара құнажынды табынға қосам. 5-6 ұсақ малды бақташының алдына салып берем. Шешемнің айтуынша тіл аузы тасқа, ер баланың пысығы мендей ақ болсын. Торғай шырылдамай атқа қонатын жылғыша әкеңе аумай тартқансың дейді. Солайы солаяқ шығар, кестемнен қысы жазы әсте жаңылған емеспін. Бүгінде шегенді құдықтың тастай суына шайынып, Төлеуғазының дүрбісімен төменгі ауылдың ұсақ түйегін қызықтап, қос шырағын анаған бір бұрып, мынаған бір салып, ергіп отырғанмын. Бойы ұшырмадан 2 жыл бұрын асып кеткен терек басындағы тақтайлы алаңқай менің күндізгі мекенім. Бәрі көз алдымда. Әбден зеріккен кезде Төлеуғазы екеуміз елдің көзіне айна сәулесін шағылдырып әуре қыламыз. 150-200 метр жерден дөптейді. Әсіресе магазинге асығып үсігіп, дедектей басып бара жатқан қыздардың сорын қайнатамыз. Анау әне сарманның ырс-ырс еткен тайыншадай сарыйты, абалақ атауланы қырып тастағандай ақтамның көлеңкесіне барып көсіле сұлай кетті. Қазір иесінің өзі де шығады. Енді жоғарғы жаққа көз жіберейін. Пошта жақта жан пенде жоқ. Клуб қасында тұрған көк Беларусь кім болды екен? Мәдениет ошағының төбесіндегі тудың не қызыл, не ақ екені белгісіз. Дәпхана есігі айғар ашық. Тарс есінен шығып кетіпті. Үшін оянда кеше өткізуім керек еді. Мынасы несі тағы? Бетіне не жапсырып алған ей? Исабек мұғалімнен аумайды. Емпелең деген жүрісін айтам. Төмен қарай домалап келе жатқан нән томар. Торма, орамал ма бетін тұмшалаған. Білдім. Не қылса да қашқан араның үйірін қуып келеді. Қай тұсқа қонар екен, ә? Басқа біреу болса қаңғып жүрген шыбын шіркейде не ақым бар деп қолын бірақ сілтей салар еді. Есекең үйтпейді. Жердің түбіне кірсе де ұстамай қоймайды. Көрде тұр. Ал көзім көрді. Қашқан араның бәйбішесі Төлеуғазының әкесі Мұқатайдың алмасына қонған сықылды. Мен де қызықтан құр қалмайын.